Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз дәл осындай созылмалы, өте жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін пицца дайындаймыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен табамызға жылы суымызды құйып, одан кейін қантымызды, тұзымызды және де қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей бізде осындай ашытқы пайда болады. Енді біз бұның үстіне аздаған сұйық майымызды құйып, ситадан өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Енді біз табамызға сұйық майымызды құйып, айналасына барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. Одан соң қамырымызды салып, бетін жауып, жарты сағаттай жылы жерге қоямыз. Ал енді біз салмасына кірісеміз. Ол үшін біз помидорымызды осылай турап аламыз. Мен жарты помидорды пайдаландым. Одан кейін осылай колбасамызды да кесіп аламыз. Және де созылмалы болып шығу үшін моцарелламызды да дәл осылай кесіп аламыз. Мінекей менде салмасы дайын болды. Енді біз моцарелла мен гауда сырын осылай үгіткіштен өткізіп аламыз. 30 сантиметрлік табаға 150-170 граммдай сыр жарайды. Екеуі біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей менде осындай болып шықты. Енді біз соусына кетчуп пен майонезді араластырамыз. Мен кетчуптан Махеевтің кетчупын пайдаландым. Негізі пиццаға қосатын соусымыз ол мут дейтін осындай соусы. Енді біз табамызды жақсылап майлап аламыз. Мен 2 табанында майлап алдым. Мінекей менде осындай болып көтеріліп шықты. 30-40 сантиметрлік табамызға 300 грамм қамыр илейміз. Мінекей дәл осылай табамызға саламыз және де қамырымызды кішкене түзеп жіберіп, жанындағы борттарын шығарамыз. Одан соң қамырымыздың үстіне соусымызды жағып, борттарына да жайлап жұқалап жағып шығамыз. Қызарып әдемі болып шығуы үшін. Содан кейін үккіштен өткізген сиырымызды сеуіп шығамыз. Одан соң қалаған өзіміздің қалауымыз бойынша жасап шығамыз. Мінекей осылай үстеріне моцарелламызды салып, мен қалған сырды осылай үстіне сеуіп жібердім. Енді жылы жерге көтерілгенше қоямыз. 250
градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Қасыңызда қарап тұрмасаңыз, пицца негізі өте тез пісетін тағамдардың қатарында. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып, балғын болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!